Мен Буриханов Октябрь Тайырханұлы 2025 жылдың 15 желтоқсан күні Ленгір халық ауруханасының басшысының міндетін атқарушы лауазымына тағайындалдым. Қазіргі күнге дейін басшының міндетін атқарушы ретінде танылам. Біздің Ленгір қалалық ауруханамызда қабылдау бөлімінен бастап терапиялық бөлім, хирургиялық бөлім, босану бөлімі, балалар бөлімі, инфекциялық бөлімдер бізде қызмет жасайды. 2025 жылға қорытындылай кететін болсақ, бізде хирургиялық оталарға бір мастер-класстық ота жасалған болатын. Бізде облыстық клиникалық ауруханадан хирург дәрігері шақырылып, біздің хирургия бөлімінің меңгерушісі басшының емдеу ісі жөніндегі орынбасарымен бірге жасалынған болатын. Бізде биылғы 2026 жылға жоспар бойынша наурыз айында компьютерлік томография аппаратын біз қосылу керек. Қазір құрастыру жұмыстары жүруде. Құдай қаласа осы март айынан бастап, наурыз айының соңына қарай бізде құдай қаласа компьютерлік томография аппаратымыз қосылады. Және де біздің мамандар бойынша айтатын болсақ, біздің ауруханамызда 116 медбике қызметкер жұмыспен қамтылған. Және де дәрігерлер санын алатын болсақ, 36 дәрігеріміз жұмыс жасайды. Және де басқа бөлімдер бойынша 53 қызметкер жұмыс жасайды. Оның ішінде жаңағыда қарауылымыз бар, көлік жүргізушіміз бар, кислород дейді бізде, жаңағыда оттегімен қамтамасыз ету. Және де бізде қазірде қыс ауасы болғаннан кейін жаңағыдай от жағушылар болып, одан бөлек қосымша 53 қызметкер жұмыс жасайды. Бізде қазіргі 26 жылдың енді 2-ші айы келіп жатыр ғой, қазір енді аяқталып жатыр. Бізде ауруханамыздың бір өте ерекшелік қасиеттері басқа мекемелерге қарағанда соңғы заманауи үлгіде салынған аурухана болуына байланысты бір палатада 2 адам, 3 адам, көбісі кеткенде 4 адамға арналған. Сол 4 адамға арналған, 2 адамға арналған палаталарымызда туалеті бөлек, жуынатын бөлмесі бөлек. Бұл барлық палаталарда солай жасалынған. Біздің ауруханамызда, Ленгір халық ауруханасында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бізде өзіміздің арнайы палатамыз бар, арнайы әжетханалары бар, жүру дәліздері бәрі көрсетілген. Оны мүмкіндігі шектеулі жандардың қорғау бөлімі дейді ғой, сол бойынша біз былтырғы жылы тексеруден өткізген болатынбыз ауруханадан. Біздің ауруханамыздың мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған барлық жағдай жасалынған. Менің атым Төлебаев Ержан Рысқұлбекұлы, осы Ленгір қалалық ауруханасының басшының емдеуші жөніндегі орынбасары. Ленгір қалалық ауруханасында негізі 217 койка төсек орындық аурухана. Аурухана 7 бөлімше, 8 бөлімше қарастырылған. Соның бірі осы қабылдау бөлімі. Қабылдау бөлімін Ленгір қаласы және осы Төле би ауданы тұрғындарына жедел және жоспарлы келген науқастарды осы жерден қабылданады. Ауруханада күніне тәуліктік 60-70 адамға дейін қаралады. Бұл жедел түрде келген науқастар. Ал жоспар түрде бұл жаңа осы бізге емханадан және осы Төле би ауданынан келген науқастар жоспар жатады. Олар күнде 20-25 науқастың аралығында жатып ем қабылданады. Бұл қабылдау бөлімінде науқастар келгенде бірден жедел көмек көрсетіледі. Бұл жерде қабылдау бөлімінің өзінің жеке палата интенсив терапия дейді. Сол палатасы бар және таңып байлау бөлмесі. Жарақат алған науқастар осы жерге келіп жедел көмек көрсетіледі. Және де осы қабылдау бөлімінде 3 қабылдайтын бөлме. Бұл бірінші, екінші және үлкендерге арналған қабылдау бөлмесі және 3-ші бөлім палата бұл балаларды қабылдайтын палата бөлек орналасқан.